Сәлем балалар, бүгін сіздермен 68-ші беттегі Verbs Learning тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп лайк басуды ұмытпа, сонымен бастаймыз. Комментарийге рахмет деп жазып кет. Бірінші тапсырмада Look at the questionnaire on page 53. What are the phrases in blue in your language? Guess from pictures деп, яғни жалпы мына көппен жазылған сөздерге мән бер дейді, суреттерге қара дейді. Және де мен саған мына аудармаларды, яғни көппен жазылған сөздерді аударып бердім. Бастадық. Do your homework, үй тапсырмасын орындау. Watch TV and the DVDs, теледидар мен DVD-лерді көру. Listen to music, музыка тыңдау. Ask questions, сұрақтар қою. Revise, қайта қарау. Practice, тәжірибе жаттығу. Go to classes, сабаққа бару. Use a dictionary, сөздік қолдану деп аударылады. Copy, көшіру. Study, оқу деп аударылады. Сонымен екінші тапсырмаға оралайық. Complete the columns with phrases from the questionnaire, then exchange your opinion дейді. Яғни мына бағаналарды, мына questionnaire-да берілген, яғни сұрақтарда берілген көк сөздерді қой, сол бойынша сол етістіктермен толықтырып. Мысалға, қайсы әрекет сен үшін fun, қызықты, қайсы әрекет сен үшін boring, қызықсыз, іш пыстырарлық, қайсы әрекет сен үшін important және қайсы әрекет сен үшін not important, маңызды, маңызды емес, қызықты, іш пыстырарлық, маңызды, маңызды емес. Мысалға, мен қызықтыға study деген етістікті алдым, practice деген етістікті алдым, және де ask question'ды алдым. Ал boring'ға, қызық емес, іш пыстырарлыққа go to classes, do homework'ты алдым. Ал important'қа use dictionary, revise'ты алдым, маңыздыға, я. Copy, яғни not important, маңызды емесқа copy'ды алдым, listen to music'ты алдым, және watch TV and DVDs дегенді алдым, я. Енді сен өз еркінше жазсам болады, немесе осыны көшіріп алсам болады. Және де exchange your opinion, өзіңнің жазғанына кері, өзің жазғанды өзгертіп, оны керісінше айт. Мысалы, қараңдар. I think it is fun to practice. Мен ойымша практиковаться ету, ол қызықты деп мен мына жерге жаздым ғой. Одан кейін айтам. I don't think so. Мен олай ойламаймын. I think it's important. Мен ойлаймын, оны маңызды деп, яғни тәжірибе жасау, ол маңызды деп ойлаймын. I think it's boring to do homework. Үй тапсырмасын ойлау, ол іш пыстырарлық деп ойлаймын. Мен олай ойламаймын деп мына жерге, бірақ қызықты деп ойлаймын деген сияқты. I think it's important to listen to music. I don't think so. I think it's fun. Мен ойлаймын, музыка тыңдау маңызды емес. Мен ойлаймын, ол қызықты деген сияқты өзіңнің айтқан идеяңа, өзіңнің айтқан сөзіңе керісінше қақтығыс жасап қарама-қарсы айтуың қажет болып тұр. Үшінші тапсырмаға келдік. Look at the again at the questionnaire on page 53 and listen to a conversation between Piotr and Jana. Which of the questions from the questionnaire do you hear? дейді. Яғни тыңдалым бойынша бұл сұрақ жауапқа назар аудардым. Мен саған сабақтың соңында аударып беремін. Және де мына сұраққа жауап бер дейді. Оның жауабы question 1, 2, 3 and 4 болады. Төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада сендерге айтар listen again and write true false sentence 1 to 4 дейді. Яғни тағы да бір тыңда, және де true false'ды жазса дейді. Бастадық. Jana usually does her homework. Jana әдетте үй тапсырмасын орындайды дейді. Ол олай емес, ол бізде false болады, себебі Жанна бізде үй тапсырмасын орындамайды, ол false болады. Екіде, Piotr never watches DVD and DVDs, listen to music in English. Ол да бізде false болады, себебі Piotr sometimes watches DVDs and listen to music болады. Jana often revises before a test болады. Ол false болады, себебі Jana ешқашан тесттің алдында қайталамайды. Piotr sometimes revises before a test. Piotr кейде тесттен кейін қайталайды дейді. Ол енді true болады. Жалпы мына жерде саған add frequency деген нәрсе келіп отыр, балалар. Ол бізде жиілік істеу, қандай нәрсені сен қаншалықты жиі жасайсың, сол бойынша. Мысалға, usually деген ол әдетте деген сөз. Ол бізде шамамен 90% береді, 90% әдетте болады. Always деген 100% береді, 90%. Ешқашан деген бізде 0%, жиі деген бізде мысалға 70%, ал sometimes кейде деген ол бізде 50-50 болып, жалпы жиілік бойынша осылай есептеледі. Ары қарай 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада саған былай айтады. Complete the table with the words in blue in exercise 4, then choose the correct word in the rule дейді. Мына ережеге жалпы мынау 1, 2, 3 деген сөз тұр ғой, сол жерге мына add frequency, яғни жиілік түзеулерін қоюың керек. Оны мен саған жауабын жазып қойдым. Бірде бізде usually болады,
2-де бізде often болады, 3-де бізде never, ешқашан болады. Мен саған жиілік істеуін көрсетіп қойғам. Көрдің бе, always деген ол 100% орындалатын нәрсе. Usually, әдетте деген ол 90% орындалатын нәрсе. Ал often деген ол бізде 70% орындалатын нәрсе. Never деген ешқашан орындалмайтын нәрсені айтып жатыр. Рул бойынша мына жерде before дегенді таңдай саласыңдар. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада сендерге айтады, мына берілген сөйлемдерді, яғни сентенстерге adverb frequency қос дейді. Яғни ол adverb frequency деген жаңағы usually, often, never, always дегендерді қосып. Сонымен бастадық. I always celebrate my birthday. Мен әрқашан туған күнімді тойлаймын. Менің frequency'м тұр, мына frequency деп қоямыз. My teacher sometimes plays music in class. Менің ұстазым кейде музыка ойнайды сыныпта дедім. Sometimes деген frequency'ді қойдым. My friends never do their homework at school. Менің достарым ешқашан үй тапсырмасын орындамайды мектепте. Бұл жерге never дегенді қойдым. I never watch TV in my bedroom. Мына жерге never. Мен ешқашан теледидар көрмеймін де. We usually have a big family meal on Sunday. Бізде әдетте үлкен отбасылық тағам жейміз жексенбі күні. Енді ең соңғысы my dad often plays football. Менің әкем жиі футбол ойнайды деген бізде толықтырулар бар. Түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Қазір саған мына тесттің қалай орындалу керектігін көрсететін боламын. Сонымен бастаймыз. Are you perfect student дейді. Сен өте мінсіз оқушысың ба дейді. Мына жердегі қай жауапты көбірек белгілейсің. Мысалға A-ді көбірек белгілесең, былай жасайсың мына. A плюс A деп плюс A плюс B плюс C. Яғни енді осы балдарды көрдің ғой. A балын мысалға алатындар, мына жерден 3 бал алады екен. A-ге 3 бал береді, A-ге 3 бал береді, B-ге 2 бал береді, C-ға 0 бал береді деп өзің общий мына тест бойынша общий балдар тізімін шығарасында. Мысалға сенде 12 болды делік. Демек, сен мысалға жаман студент емессің, кейде сен жақсысың, кейде сен жақсы емессің. Сен 50-50сің ғой дейді, короче. Түсінікті ма? Дәл сол секілді мына сұрақтарға жауап беру арқылы өзіңнің қандай оқушы екендігіңді тапсаң болады. Сабақ түсінікті болса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа, комментарийге рахмет деп жазып бер. Goodbye.